Ваниль сынған Зауреш брендінен маған осындай бокс келді. Қазір ішінде не бар екен бірге ашып көрсеткім келіп тұр. Вау! Қараңыздар қандай күшті. Мына жақта осындай жен шоколаде, тары, осындай жемісті қара шай дейді. Шай бар екен. Қазақша анау күшті екен, иә? Жен бар екен. Талқан ол. Талқан? Жен деп айтылады ғой. Талқан деп айтады біздің Ақтөбеде. Ассорти шоколадтар, қонаққа апарсаңыздар өте күшті екен, қазақи прям осындай күшті ассорти жасалған. Ванильдің тәттілері. Не жазылған оқыш? Қазақтың шай дәстүрханы мен қонақжайлық дәстүрін жалғастырамыз дейді. Ваниль брендінің жаңағы Зауреш болып тұр ғой, иә? Қараңдар қандай богатый сыртының өзі. Да? Қонаққа смело апарасың ғой, да? Күшті екен, иә? Қонаққа апарсаң. Ұнады ма? Иә, қонаққа апаратын как раз алып өтем. Маған да қалдыр, қонаққа дейін. Осы әйел адамдар қонаққа тасығанды қойыңдаршы, өзіміз ішеміз шайды. Баяғыда мынандай конфеттерді алып қойып еді, үйдегілер білесің ба? Қонақ келгенде шығарамыз деп. Жоқ біз андай аямайтын семьядан болдық, бәрін қонақтарға. Нормальный семьяда өскен. Күшті. Ал бүгін подругаларымызбен кішігірім іште біраз жиналып қалған нәрселердің барлығын караоке айтып шығарайық деп өзіміздің сүйікті Заяна беске келдік. Енді бұл жақта айтпасам да білесіздер ғой, интерьері өте керемет, атмосферасы да күшті, сервис та мықты, на высшем уровне жасалған. Шыны керек, біз Алматыда өзіміздің постоянно баратын караокелеріміздің бірі ғой. Бұл жақта в целом общий зал, танцполмен, пятница, суббота күні неше түрлі шоу-программалар болады. Бұяқта әр кабинкасы әр түрлі стильде. В целом енді в основном караокеге әнші еместер келеді ғой, что іштегі бүкіл нәрсені айғайлап шығарып алу үшін. Что жақсы акустикасы, жақсы караоке десеңіздер, осы жаққа келсеңіздер болады. Прям акустикасы маған өте андай онша емес, дауысты әдемі қылады да просто. Ағасына кезек жасап жатыр. Ойбай, көркем де жасап жатыр кішкентай. Вай, ағасына аяғын басып жатыр, неге? Әні, бір-бірінен көріп, үйреніп. Ой, ағатай. Шіркен ая. Ақаны бүйт бастырмағалы. Бір 10 жыл болған шығар. 10 жылда бұлар жоқта еді. 10 жыл қалай, уже үшеу әпкемнің 10 баласы бар. 86 жылғы әпкемнің. Молодец. Құдай күш қуат берсін сол кісілерге. Енді кезек бізде. Қалай істетін жадан о жақты көрсетші. Ойбай, не деген. Ё-мая. Мына жақтан андай болып жатыр. Сен жасамайсың ба не? Кішкентай болады. Қаншада? 4-те ма? Іштем дейді. Кәртейгін келмей ма не? Сен 4-ке кеп кәртей қапсың ғой уже? Амина? Ой, кім? Көркем? Сен 4-ке кеп кәртей қапсың уже? Кәрі қыз болып қапсың ғой? Кәрі емессің ба?